Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге тауық етінен қарапайым әрі өте дәмді болып шығатын салат жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сонымен салатымызды жасауға кірісейік. Бүкіл ингредиенттерді ірі етіп тураймыз. Тауық етін дәміне қарай алдын ала тұзды суға қайнатып пісіріп алыңыздар. Сонда салатқа тұз қосудың қажеті болмайды. Және де 300 грамм сырды да колбаса сияқты тураймыз. Сыр менде үй жағдайында жасалған, описанияға ссылкасын қалдырамын. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Бұл салатқа балғын қияр мен қызанақ өте керемет үйлеседі. Және де алдын ала қайнатылған жұмыртқаларды да ірі етіп турап шығамыз. 3-4 ас қасық шамасында майонез салып араластырамыз. Біздің салатымыз да дайын. Бұл салатты сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.